Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай тәтті пончиктер дайындайтын боламыз. Алдымен бізге қайнақ су, оның үстіне майды салып, жақсылап ерітіп, араластырып аламыз. Оның үстіне 2 қасық қант. Қантымыз ерігенше тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 1 стакан сүтімізді құямыз, тағы да араластырамыз. 1 жұмыртқамыз жарып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне аштығымызды саламыз. Оның үстіне ұнымызды салып, тағы да 1 келкі етіп араластырып аламыз. Ал енді тағы да ұнымызды салып, жақсылап иілеп, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ал нанымыз осындай жақсы болып көтерілді. Оны түсіріп, жақсылап иілеп аламыз. Енді нанымызды алып, осындай бөлшектерге бөліп, 10 минутқа тындырып қоямыз. Тынған нанымызды алып, ортасынан тесіп, осындай пончиктер жасаймыз. Ал енді майымызды қыздырып, пончиктерді екі жағынан жақсылап қызартып пісіріп аламыз. Қуырғанға осындай сушының таяқшаларын қолдансаңыздар болады, өте ыңғайлы екен. Bir жағы пісті, екінші жағын жақсылап айналдырып аламыз. Осындай әдемі пончиктер болды. Шоколадымызды ерітіп, пончиктерді осылай жақсылап малып аламыз. Бәрін бір келкетіп, шоколадқа малып аламыз. Енді дайын болған пончиктерімізге осындай посыпка бетіне себеміз, балаларыңызға өте ұнайтын болады. Өте әдемі болып шығады. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ал сіздерге ас болсын.